Ассалаумағалейкум, мұхтарам жамағат. Сәлем. Көкейде жүрген сұрақ бар еді. Рұқсат па қойсам? Әй, не болып кетті? Қалағаңды ой, қалағаң деп. Намаз оқып жүргем. 2 жылдай ма, 3 жылдай болды. 2,5 жылдай болу керек. Сосын дінде зорлық жоқ деді. Сосын Құдай, енді Алла сенің құлшылығыңа мұқтаж емес деді. Онда Исраф Беги ұстаздың осы TikTok арнасы ма, Instagram бірнесі бар ма? Онда не керек дедім да мен құлшылық жасап. Саған керек қой құлшылық, Құдайға емес. Неге? Сен сонда біреу үшін өмір сүрмейсің, өзің үшін өмір сүресің. Я дұрыс қой, маған не керек енді? Дұрыс қой, маған керек болса. Саған сауап керек емес пе не? Жоқ, былай ровно жүрсең, мысалы, ешкімге жамандық жасамасаң. Жоқ, ровно деген былай тіп-тіке тұру ма? Қалай ровно жүру деген былай түсіндіріп берші. Сөздің төркін баста түсініп тұрсың ғой? Ровно деген қалай? Жоқ, енді ровно жүру әркім үшін әртүрлі да. Біреулерге мысалы көшеде ровно жүру деп түсінеді, ровно дегенде. Әңгімені созбай қойшы, түсініп тұрсың ғой, ровно жүру деген жарайды. Мені қойып кім? Жоқ, мен үшін ровно жүру деген намаз оқу мысалы әртүрлі ғой әркімде. Мен үшін Санақи былай да. Сынақай. Мысалға мен кейбір жігіттермен сөйлестім да, бір ауылында, қалада кейбір сотталып келген жігіттер бар. Олар айтатын әңгімелері, біз ровно жүріп қой дейді. Біреуді өлтіріп тастаған, тонап кеткен, мысалы біз ровно жүріп қой дейді. Олардың несінде логикасында ровно жүрміз деп олар ойлайды. Сонда оңды дұрыс деп ойлайсың ба сен? Оңды дұрыс деп ойламаймын. Сен көрдің ба, сенің ровның ода басқа, оның ровнысы ода басқа. Әр нәрсенің ішкі жан дүниесі бар ғой. Мақұл, енді түсіндірейін онда. Ровно жүру деген меніңше ешкімге қиянат жасамау. Ол сеніңше ғой. Енді мен сөйлеп тұрғаннан кейін мен өз ойымды айтып жатырмын ғой. Басқа кімдікін айтайын? Сенің ойыңмен енді барша халықты сенің ойыңмен жүргізбейміз ғой. Мұхаммад, сұрай салайықшы. Менің ойыммен жүргізбе. Жоқ, күнәһар, сол нәрсе дұрыс екенін қайдан білдің сен? Қиянат жасамау керек екенін. Біз адамбыз ғой. Бізде ми бар, сана сезім бар, қабілет бар. Жақсы мен жаманды айыра білеміз. Қиянат ол жаман екенін қаяқтан анықтадың деймін да? Саған анықтамасаң да заң саған анықтатып береді ғой. Заңда дейтін қиянат жасамау дейтін нәрсеге не жоқ қой? Қиянат деген не жалпы мысалға? Біреудің ала жібін аттау қиянат деген не? Заңда ешқандай проблема жоқ қой, біреудің ала жібін аттасаң. Біреуді алдап кетсем, мысалға. Алдап кетсең қазір заң не айтады? Заңдымды айтпайды. Неге айтпайды? Не деп айтады? Алаяқтық заңда жоқ па? Алаяқтық ол бөлек. Алдап кетудің әртүрлі варианты бар ғой. Жарайды, қиянат деген не жалпы қиянат? Не ол қиянат? Мен білмеймін, сенің сөзің ғой, просто айтып отқан. Менің сөзім енді аяқтайын, иә? Сен әкелдің қиянат деген сөзді. Иә, жарайды, енді айтайын. Анықтама, сен определение берші, сен соған сұрап отырып қой. Енді айтайын да енді. Мысалға, біреуге жамандық жасамау, біреуге кесіріңді тигізбеу. Мысалға, егер біреуге пайдаң тимесе де жамандығың тимеу керек. Жоқ, түсініп отыр. Ненің жаман, ненің жақсы екенін қаяқтан анықтап отырсың деп отыр. Соны сұрап отырық қой. Менде сана сезім бар ғой, ақыл бар ғой. Ақыл любой адамда бар. Кішкентай бала да біледі ғой, мысалы, ненің ыстық суық екенін мысалға да. Білмейді кішкентай бала, оған біреу айтады сырттан. Сен мысалы әке шешең айтқан, ортаң айтқасын, сен солай жүрсің, ойлап жүрсің. Иә, тәрбие бар. Иә, сол ғой, сен бірақ ол өзіңдігінен шығарып отқан жоқсың ғой. Жарайды, иә. Тәрбиеден қалыптасты, әке шешемізден қалыптасты. Кітаптардан оқыдық. Вот, ешқандай сен өзіңдікі емес. Жарайды, иә, мәдениет қалыптастырды. Енді олардікі дұрыс екенін қаяқтан білдің сен? Что осылардың анықтамасы, анықтап берген жақсылығы, жамандығы дұрыс екенін қаяқтан білдің? Сана сезіммен. Қандай сана сезім? Адамның сана сезімі бар ғой. Адам сана сезімі саған ойлау қабілеті. Сигнал беремін, мынау жақсы нәрсе, мынау дұрыс айтқаны или дұрыс емес? Иә. Бермейді сен дейтін, просто еріп кетіп тұрсың ғой оларға.
өзің айттың ғой жаңа. жоқ мен саған бір сұрақ қоямын да. Қазір қоя соның тұр. қайсы дұрыс екендігіне сигнал бере ма сонда? Жоқ, жарайды. Қазір мына нәрсені бітіріп алайық. Жарайды. Онда не нәрсе береді бізге? Бізге Құдайдан шариғаты береді, ненің жақсы, ненің жаман екенін айтатын. Егер Құдайдың шариғаты болмаса, біз жаңағы хайуандар сияқты боламыз ғой, ненің жақсы, ненің жаман екенін біле алмаймыз. Не үшін? Олай ма? Адам ретінде былай өзіміз біле алмаймыз ғой сонда, иә? Егер бізге дін келіп әкелмесе, ненің жақсы, ненің жаман екенін ажырата алмаймыз. Субъективный мнение болып қалады ғой, объективность жоқ болады да. Әркім әртүрлі ғой. Мен үшін мысалы, условно бір К дейтін адам үшін адам өлтіру нормально болуы мүмкін. Біреуге Б дейтін адам үшін адам өлтіру ненормально болуы мүмкін. Бірақ біреудің субъективный ойлары дейтін бізге қалыптасқан ереже бола алмайды ғой. Біреу үшін жақсы нәрсе, біреу үшін жаман нәрсе болып қала береді да ол. Бірақ бәріне ортақ нәрсе керек қой. Соны дін келіп тоқтатып тұр ма сонда? Дін келіп соны жіберіп айтып тұр, ненің жақсы, ненің жаман екенін. Ненің жақсы, ненің жаман екенін біле тұра сондай нәрсе жасайтын адамдар бар ма діннің ішінде жүріп? Бар, иә. Ал оны неге дін тоқтатпады? Қалай соны дін тоқтатпады? Дін дейтін оған берді ғой. Мынау жақсы, мынау жаман екенін. Иә, соны біле тұра енді неге ол тоқтата алмай отыр өз-өзін? Адам жаңағы нәпсісі бар, ол басқа тема ғой. Енді бұл жерде көрдің ба? Дін әкелмесе де адам өзі біле алады. Ненің жақсы, ненің жаман екенін. Тоқта, мысалы бір адам дінді ұстанып жүр, мысалы мұсылман болып жүр, адам өлтіріп қалуы мүмкін. Бірақ ол адам өлтіру дұрыс деп адам өлтіріп жатқан жоқ қой. Ол адам өлтіру дұрыс емес екенін біліп тұр, жасап тұр, скорее всего. Мысалы намаз оқымай жүрген мұсылмандар бар. Олар намаз оқу жаман нәрсе екенін біліп тұр, бірақ соны жасап тұр. Ол ешкім айтпайды ғой. Мұсылман келіп айтпайды ғой, негізі осындай күнәні жасау дұрыс, осындай күнәні жасау керек. Сол үшін біз осындай күнә жасаймыз деп айтпайды. Нахар періште, атын кім екенін білмеймін. Бауырым қарашы, мысалға бір алғаштардың ортасына барсаң, сен мына нәрсең дұрыс емес, бұл нәрсе ертең сенің дәл ішіп жүргеніңді бала шағаң көретін болса, сенен ұялады. Сен қойшы десең, ол айтады, менікі істеп жүргенім дұрыс емес дейді. Біледі, мойындайды. Бұл шариғат шеңберінде дұрыс емес десең, иә, білемін оны дейді, тыйған дейді. Бірақ істеп жүреді. Ескерту бар. Оны ешкім қинап жатқан жоқ. Өзінің несінен, өзінің ішкі жан дүниесінің дұрыс еместігінен, болмаса соған бір несі көңіл әрқашанда бұрып тұратындығын, өзінің адамның бір әлсіздігінен де оған барып қоя беруі. Иә. Енді не дейді ғой? Нәпсі дейді ғой, иә. Нәпсі, мысалға. Ішкі жан дүниесі жалпы. Соны бағындыра алмағаннан кейін, ол өз-өзін тоқтата алмайды жаңағыдай нәрседен. Құмарлыққа берілген себеп. Иә, құмарлыққа берілген, иә, дұрыс айтасың. Бірақ сол нәрсені енді нетіп тұр ғой, иә, діни тұрғыда ол нәрсенің дұрыс емес екенін сол діни тұрғы арқылы біліп тұр ма, жоқ адам ретінде біліп тұр ма ол? Дұрыс емес екендігін хабар бергеннен кейін дұрыс емес екенін біледі ғой. Дін болмаса ол нәрсенің дұрыс емес екенін білмейді, иә. Ол кейбір адамның құзырында ол дұрыс деп болуы мүмкін. Кейбір адам онда иә дұрыс, бұл жерде ешқандай діннің ешқандай несі қатты рөлі жоқ. Мысалға айтайын, бір адам мұқтаждыққа салынып ұрлық жасайды. Бірақ оған ұрлық жасалған кезде оған бүйтіп айтсаң, не үшін жасадың десең, мұқтаждыққа бардым дейді. Ол дұрыс деп ойлайды, болды. Адамдар жасап жүргеннен кейін дұрыс деп ойлайды. Осы нәрсе дұрыс деп ойлайсың ба сен? Осының ұрлықты жасап жүру, біреудің малын алып кетуі. Негізі ұрлықты жасау ол дұрыс емес. Енді ол мұқтаждықтан барып тұр. Енді айтып тұрмын ғой, мысалы, бір адамның құзырында істеп жүрген нәрсе, дұрыс емес нәрсе, бір адамның құзырында дұрыс болуы мүмкін, болмаса либо дұрыс болмайды. Адамда бір таразы жоқ, осы нәрсенің бар емес, осы нәрсені шығарып алуға. Четко дұрыс емес екендігін, либо дұрыс екендігін шығарып алуға не таразы жоқ. Адам ақылымен шығара алмайды. Біреудің құзырында, бір адамның құзырында ұрлық жасау дұрыс деп ойлайды. Сонымен ол күн көріп жүреді. Нәпақасында бұл дұрыс деп ойлайды, болды. Ал кейбір адамда дұрыс емес деп ойлайды. Сен осы жерде қайсысыныкі басымдық бересің, айтшы. Так, қайттан бере алмайсың ғой басымдық. Өйткені неге? Әркімнің құзырында, әркімнің алдында әр өзінің позициясы дұрыс деп тұра береді. Қашан бір басымдық ортаға бір әділдік шықпайынша, мен ол дұрыс емес деп.
абсолютті тұрғыда дұрыс анықталмайсың деп тұр ғой саған мұхаммад солай айтып тұр. Иә, анықталмайсың. Біреуге жақсы болуы мүмкін, бір нәрсе қарама қарсы адам болуы жаман болуы мүмкін. Иә, мысалы Амелайдың жүруі, Амелайдың сондай қыз-теке болуы дұрыс оған. Абсолютті түрде дұрыс. Өзі үшін дұрыс, иә. Иә, өзі үшін дұрыс. Бірақ сенің құзырыңда ол дұрыс па, дұрыс емес па? Менің құзырымда болса, енді ол өзі үшін дұрыс деп айтамын, бірақ менің құзырымда болса ол дұрыс емес нәрсе негізі. Сен жақта, ол жақта ақиқат біреу болу керек қой, либо дұрыс, либо дұрыс емес. Ақиқат бұл жерде біреу бола алмайды. Ол ақиқат біреу бола алмайды ма? Біреу бола алмайды. Онда жақсылық пен жамандық по факту жоқ болып тұр ғой. Жоқ қой онда, бәріміз әркім көзін дұрыс қой. Ақиқат жоқ онда. Сана сезім дейтін манағы өтірік болды, онда адамдардың тумату, ақиқат бойынша оған мысалға Шыңғыс ханға жақсы адам немесе жаман адам деп бір статус бере алмаймыз ғой. Мысалға өзінің халқы үшін жақсы адам болғанмен, ол басқалардың қарсыластары үшін ол өте жауыз адам. Жоқ, біз нақты определенный істерін айта аламыз. Оның адамдарды өлтіруі, исламда болмауы ол зұлымдық. Ол өзінің халқы үшін ол мақтаныш тұлға, мақтан ететін тұлға ол. Бетпердесі өзінің халқы үшін дұрыс па? Халқы дейтін ол мұсылман болмаса, әрине. Жоқ, ол жерде мұсылман, христиан бөлігі. Жоқ, біз дейтін неде ойланамыз? Біз шариғат шеңберіне ойланып тұрық. Бізге шариғат осы Шыңғыс хан болсын, Мұхаммад болсын, Махмуд болсын, біреудің іс-әрекеті дұрыс па, бұрыс па екенін айтып тұр. Бірақ мұсылман неместерге не айтып тұр ол нәрсені? Мен негізі пайғамбардың историясын қатты біле бермеймін, бірақ киносын көрдім да өзім. Ол енді ол да соғысты ғой кезінде, иә. Соғысты, діннің өзі мысалы бейбіт жолмен бірден келе салған жоқ. Қаншама соғыстар болды, мойындамаған кәпірлер болды, қарсы келгендер болды. Қылыштың жүзімен келді. Егер ол қарсы тараптан оның өлтіргені дұрыс емес. Ал өзінің тарапына салсақ, ол ислам дінін қорғау үшін деп ақтап аласыңдар. Дұрыс па? Ал оған қандай статус бересіңдер? Енді дұрыс деп айтасыңдар. Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям соғыстары әрине дұрыс. Потому что ислам тұрғысынан сондай баға береміз. Жарты әлемді адам өлтіру абсолютті тұрғыда дұрыс деп айта алмайсың ғой, дұрыс емес деп айта алмайсың ғой. Айта аласың бәлде. Жоқ, адам өлтіру дұрыс па? Абсолютті тұрғыда дұрыс па сен үшін? Қандай тұрғыда дұрыс? Жоқ, мен мысалы менің отбасымда біреу өлтіргісі келіп келе жатыр, мылтықпен келе жатыр, мен оны атып тастасам, бала шағамды қорғап, либо анамды біреу зорлағысы келді, мен оны өлтіріп тастадым. Менікі дұрыс болады ғой. Ол заңдарда да қарастырылған нәрсе емес пе? Егер енді Шыңғыс хан өзінің елін, мемлекетін қорғаса, оныкі дұрыс емес бола ма? Оныкі нені қорғады ол Шыңғыс хан? Оныкі мемлекеті болмаған нәрсе ғой, ол дейтін басқыншылық жасау арқылы жетті ғой нәрсеге. Недеше ислам діні тек сол Арабияда ғана, сол мекенде ғана дамып, қалған елдерге жайған жоқ па? Жарты әлем жаулап келді ғой сол уақытқа дейін. Біз енді айтып тұрық қой, ислам тұрғысынан біз Мұхаммадтың соғыстарының бәрі дұрыс, абсолютті тұрғыда. Потому что Аллада емес, бұлай өзің немен айта алмайсың ба? Бізде бана айттық қой, бізде ондай критерий жоқ. Мұхаммадтың өзім дінге анықтай алмаймын. Миды дінге тапсырып қоясыңдар ғой. Жоқ, миды емес, жақсылық пен жамандықты анықтайтын құрал. Болмай ма? Ойлау еркіндігі. Мен ойлау еркіндігім арқылы исламның ақиқат екенін білдім. Енді дальше ислам маған ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін айтып береді. Дін болмаса, сен біле алмайсың. Ненің дұрыс екенін ба? Абсолютті тұрғыда біле алмаймын. Біле алмайсың, дұрыс. Енді мен өзім 2 жылдай оқыдым дегенмен, бірақ мен түсінген жоқпын, шынымды айтайын. Оқыдым, сұрақтар көбейіп кетті. Намаз оқыдым да енді. Содан кейін мен діннің маған керек емес екенін түсіндім, бірақ мен ешқандай қазір намазда, жұмаға ешқандай сенімде жоқпын, бірақ мен қалай өмір сүріп жатырмын, мысалға. Ешкімге қиянат жасамаймын, ненің жаман, ненің жақсы екенін мен біле аламын. Қалай білесің? Біле алмайды ғой, сен айттың ғой өзің. Біле алмаймыз деген келістің ғой сен. Ненің дінсіз, жоқ, дінсізде менің жақсы. Жоқ, күнәға персе сен исламға сенбей кеткенді түсіндік, Құдайға сенбей кеттің ба?
жоқ, құдайдың, мен ойлаймын, менің ойымша, мысалы, бір жаратушы бар екен деп ойлаймын, бірақ біз ойлап жүргендей деп ойламаймын. Біз қалай ойлап жүрміз? Жақсылық істесең жұмаққа, жамандық істесең тозаққа айдап. Сөздеріңізді бөліп жатырған үшін кешіріңіз, мен бір сұрақ қойсам olur ма? Болады ма? Болады, қазір мен айта салайын, біз ойлап жүргеніміз, мысалға, жақсылық істесең жұмаққа, жамандық істесең тозаққа айдайтын. Мысалға, сенің дәрет алғаныңа дейін өзіне құлшылық жасатуды парыз етіп, ойлаймын, Құдайға діннің керек жоқ деп ойлаймын мен, жалпы. Бұл тек сенің ойың ба, әлде дәлелің бар ма бұл нәрсеге? Дәлел әкелетін болсақ, қазір сендерде де дәлел жоқ қой. Дінде де дәлел жоқ қой, ешқандай. Иллюзия. Мен сенен нақты сұрап жатырмын, маған сен деп өзім айтпай ақ қой, сенен сұрап жатырмын, жаңа айттың, біраз нәрсе айттың ғой енді Құдай туралы. Соған жай сенің просто өзіңнің ойың ба, әлде бір дәлелдерің бар ма деген нақты жауап. Сенім деген нәрсеге дәлел қалай болады ол? Сенім деген нәрсе ғой бұл. Жоқ, сен жаңа Құдай туралы өзің мнениеңді айттың ғой. Ол үйтеді, үйтпейді деген сияқты. Сондай болу керек, Құдай соған қалай дәлелің бар деп тұр ғой саған. Оған ешқандай дәлелім жоқ. Жоқ, сен ақылмен ойлану керексің ғой, ақыл саған категориямен ойланасың. Ақыл ғой енді, сол маған ақылын беріп тұр ғой. Жоқ, қандай инструментке сүйеніп тұрсың деп тұрмын ғой, тек ақыл дейтін ешқандай инструментке сүйеніп тұрған жоқпын, бірақ жоқ, мысалы қара, күнәһар. Құдай бар екен, сен, скорее всего, жаратылыс бар екеннен білдің. Что күнде бір өзгерістер болып жатыр, әлемнің басталуы бар, солай арқылы білдің. Енді маған әртүрлі нелер бар ғой енді. Иә, түсіндім. Қиялыңа қарай, может, инопланетянстар бізді сынап тұруы мүмкін. Жоқ, түсінбедім. Қандай қиял бұл? Кез келген адам білетін, Құдайдың бар екенін білетін нәрсе сол ғой, жаратылыстың, скорее всего, жаратылыстың басталуы бар екенін білет, жаратушы бар екенін. Ол исламның Құдайы болсын, басқа діндердің Құдайы болсын, сенімдердің Құдайы болсын. Бәрімізге ортақ, скорее всего, сол нәрсе. Әр адам өзінің қиялын оған келісті, осыған дәлел бар, сондай дәлел бар бір. Тұжырымға сүйеніп тұрып. Енді сен Құдайын ешқандай наказание бермейді, ешқандай жұмақ тозақ деген жол екен. Неге сүйеніп алдың сол? Неге сүйендің сол нәрсені дұрыс екенін білу үшін? Қандай тұжырымға негізделген бұл нәрсені? Ешқандай тұжырымға негізделмеген, оның мысалы дінде айтылатын нәрселер өте проблемный нәрсе болғаннан кейін, сол 6-шы ғасырдың аяғы, 7-ші ғасырдың басында басталғаннан кейін, сол өркениеттегі адамдардың ойлау үлгісімен шығарылған дүние деп ойлаймын да. Жоқ, маған түсініксіз тозақ, жәннат, ақырет күні дейтін сұрақ жауап болмайды дегенге қандай дәлелің бар, нақты сұрап отырмын. Жоқ, енді түсіндім. Мен мысалға бізге егер шынымен Құдай бізді сынақ үшін жарататын болса, негізі ол әділетті болатын болса, бірінші рұқсат сұрау керек сынау үшін. Сені рұқсатсыз жаратып алып, ешқандай рұқсатсыз жаратып алып, мен саған осындай дедім, мен саған мұндай дедім деп мойныңа парызды іліп қойып. Маған қызық, ақылы тұрғыда жоқ нәрседен рұқсатты қалай сұрайсың? Құдай жоқ па? Жоқ. Сен қара. Жоқ. Сен условно бәленбай миллиард жыл бұрын болған жоқсың. Сенен енді Құдай қалай сұрайды, сені жаратайын ба, жоқ па деп. Құдай жоқтығына жоқ деп айтқан жоқпын ғой мен. Жоқ, бұл өзі әдемі нәрсе айтып қалды. Бұл жақсы сөз айтып қалды да өзі. Бізді рұқсатсыз жаратқаннан кейін дейді да. Сен енді көріп тұрсың ғой, бір сенде уже дәлелі бар да, точно сенен сұрамайтындығы. Сені жаратқаны уже сұрамайды да. Сені жарату үшін сұрамағаннан кейін сен ары қарай понятно ғой сұрамайтыны. Сен неге бірінші нәрсеге ренжімейсің? Жоқ деп айту үшін, мысалға, жоқ, мені сынамай ақ қой деп айту үшін да. Жоқ, қара, сені өзің айтып мойындадың, дұрыс па? Менің рұқсатымсыз мені жаратты дедің, дұрыс па? Бұл самый важный чем сынақтан қарағанда, потому что сынақ сенің рұқсатынсыз жаратудан қарағанда төмен тұрады, өйткені ол екінші нәрсе да. Бірақ сенен уже бірінші нәрсені өзін сұрамады да, сенен даже жаратудың өзін, келудің өзіне. Енді сені сынау үшін ол не үшін сұрау керек деп тұрмын да мен сені. Сынау үшін не үшін сұрау керек? Иә, сен даже өмірге алып келуде сені сұраған жоқ. Енді сенен келіп сынау үшін сұрау керек деген нәрсені сен қайдан алып тұрсың? Сосын сен үшін Құдай уже абсолютті тұрғыда әділетсіз болып кетті ғой, потому что сен жарату үшін сұраған жоқ ол. Иә, солай әділетсіздік бар ғой. Жоқ, Құдай әділетсіз болса, енді мына жерде неге әділетсіз бола алмайды? Ары қарай ренжисің дейсің ғой уже. Ислам сен үшін әділетсіз дін болып тұр ғой, бірақ сен Құдайың да әділетсіз болып тұр ғой, сен бағыну керексің ғой сол әділетсіз нәрсеге.
Неге бағынбай жүрсің? Мен жоқ, мен айтып тұрмын ғой, мен бағынатын құдай емес. Ол жаратты, может, болды. Жоқ, сенің құдай өзің келісіп тұрсың, әділетсіз құдайға келісіп тұрсың сен. Әділетсіз ондай құдай бар, әділетсіз. Мен сенің Алланы айтып отырмын. Жоқ, Алла жалпы емес. құдай. Сен Қай құдайды алсаң да сен бір қараш. құдайға сен өзің айттың ғой, жаратушы бар деп. Сенің жаратушы. Міне, сендердің ойларыңда құдай деген тек сынақ үшін, Жоқ. бір парыздар үшін жаратылды. Жоқ, күнәһар Менің періште. ойымдағы ондай емес. Ол Жоқ, сен мынандай ереже қойдың. Ойындар емес. болуы мүмкін. Қазір Санасыз айтып жүрші мен қара. Түсіндіріп жіберейінші күнәһар қара. Сен айтып тұрсың, бүкіл дін болсын, сенің болсын, деист болсын, бәріміздің түсінігімізде осы бізді жаратқан құдай ғой. Ол сынақты алып берсе жарайды. Ол сынақ бізде жарайды, дінде бар дейік. Бірақ біздің бәріміздің келісіп тұрғанымыз құдай бізді жаратқаннан кейін, ол бәрімізден келісіп тұрмыз ғой, ешкімнен сұраған жоқ қой, келу үшін, дұрыс па? Онда бәріміз үшін құдай әділетсіз болып кетті ғой уже. Иә. Ол дінсіз болсын, дінді болсын. Иә. Жалпы әділет деген жоқ. Енді не үшін ренжіп тұрсың ол әділетсіз дегенге? Әділет Өзі деген әділетсіз жоқ ғой болса, сен. неге қарсы шығып тұрсың да исламға? Неге сен Мен әділеттілік жоқ екенін біліп тұрсың да, бірақ неге именно исламға қарсы сол нәрсені біліп мен шықтым. Ой, дінге қатысы жоқ, шықсаң да құтыла алмайсың ғой сен одан. бәрі әділетсіз болып тұр ғой сен құдайың Сен уже дүниеге келіп қойдың ғой сен, өмірге келіп қойдың сен уже. Не ғой? Өмірге келіп қойдың сен уже, болды. Өмірде сонда әділеттілік деген нәрсе жоқ қой. Иә. Әділетсіз. Өмір әділетсіз. Сонда сенің анаңнан туылуының өзі Еще білесің ба? Еще былай. әділетсіздік. Сенің анаңнан туылуының өзі әділетсіздік па? Мені бір сана сезіммен, бір пландап осындай бала алып келеміз деп жаратпайды ғой, мысалы. Олар әділетсіздікке беріліп сондай бала туып соған жұмыс жасады. Олардың шаңырақ құруы, екі сен әкең мен анаңның шаңырақ құруы неге әділетсіздік иә? Әділетсіздік емес. Сен өмірде әділетсіздік жоқ дедің. Олар, мені қара, олар мен салға жарайды, пландауы мүмкін, осындай бала дүниеге келсе деп армандауы мүмкін, бірақ сынақ үшін деп жібермейді. Білесің ба? Ол ана мен әкенің мейірімі, мысалы, құдайдан да жоғары тұрады да. Сен қанша жерден оларға қарсы келіп, оларды мойындамасаң да, олар сені жазаламайды, құдай сияқты. Жоқ, неге сен өмірде әділетсіздік жоқ дейсің да, әділеттілік жоқ дейсің да, әке шешеңде неге әділеттілік бар дейсің? Иә, әділеттік бар дейсің. Сен олар саналы түрде, саналы түрде. Әке шешең тіршіліктің бір мүшесі ғой, бәрі әділетсіз болса, онда әке шешең әділетсіз ғой. Иә, өйткені сен әділеттілік іздеп жүрген адам дейсің, сен әділетсіздікті теріп жүрген адамсың да. Значит, өмірде ешқандай бір тепе-теңдік жоқ. Сенде барлығы не? Өмір деген нәрсе болды. Әділетсіздіктің үстіне қалыптасқан нәрсе бітті. Сен еш жерден күтілмейсің. Сен маған қызық болып тұр, әділетсіз болса өмірдің бәрі жақсылық деген нәрсені қаяқтан алдың сен? Бәрі зұлымдық болса. Ақыл еспен, сана сезіммен. Жоқ, зұлым нәрсе қалай жақсы нәрсе болады? Жақсы зұлымдық деп ойлайсың ба, жаман зұлымдық деп? Өйткені өмір әділетсіздік қой сенде. Кез келген іс ол әділетсіз, яғни зұлым. Бұл әділдік мысалы қарама қарсы ол зұлымдық қой сол. Мысалға қазір десем болады ма? Қазір үй беріп жатыр ғой, қазір мұқтаждарға ше, мынау қандай бір қор бар ғой беріп жатқан. Мысалға солардың қазақ бауырларымызға үйлерді беруі әділетсіздік па, әділдік па? Ол жерде әділдік дегенде жүрмейді деп ойлаймын. Ол жерде өзі жақсылық. Мен де болсам, мысалға, қолымнан келгенше жақсылық жасаймын. Ол жерде әділдік бар ма, әділдік жоқ па деп мен одан сұрамаймын. Жоқ, қара. Ол адам өзінің сенімі үшін, мысалы, ертең үшін жасап атуы мүмкін, немесе өзі жақсылық жасағысы келген жасауы. Ол берсе де, бермесе де, ол жерде әділдік бар. Жоқ, қай нәрсеге барса да ол әділетсіздік табылайын тұр ғой, оның алдынан қолға кездесетін нәрсенің барлығы әділетсіздік қой, ол не істейді ол? Әділдікті өзің саналы түрде орнатасың да, әділдік деген нәрсені. Адам баласы мысалға тұрады да бір адам өлтіріп тастайды. Мен бір адам өлтіріп тастайды да айтады, иә, мен әділеттілік жасадым дейді, болды. Ол дұрыс деп ойлайсың. Солай ойласа, ол өз үшін дұрыс болуы мүмкін. Бірақ каждый адам әрбір нәрсені өзінің сана сезімімен шығару керек па? Бізде діннен басқа заң деген нәрсе бар. Діннің өзі заңның жұмсақтығы. Заңның өзі белгілі бір жүйенің үстіне қалыптасқан нәрсе. Ол заңның ішінде сен кірген заңдардың ішіне әділеттілік пен әділетсіздік деген нәрсе орналасқан. Сенің сотың, қазың, сені әкпелген кезде, сенің ісіңді қараған кезде бір әділеттілікке сүйеніп отырып, заңның әділеттілігіне сүйеніп отырып қарайды ғой. Дұрыс па? Сеніңше әділеттілік бар ғой, дұрыс па? Әлбетте.
енді иә сені жаратпай тұрып та білді ғой мысалы Құдай қай жаққа баратыныңды. Бинахар періште сіз gerçekten Иә. ой сіз Жұмаққа сіз, немесе реально, тозаққа баратыныңды білді де. қатты керексіз яғни сұрақтарды сұрап жатырсыңыз. Яғни қараңыз, иманның 6 шартлары бар, оның шартларының ішінде қадіреге инанmak var. Қадіреге инанmak есть. Түркше сөйлеп кетіп, қадіреге инанmak var. Ол сіздің қадіріңіз, сізді Аллах жаратты ма, сізбен не жасайды, әділдік, әділетсіздік, ол бәрі қадіре. Сіз қатты керексіз бір сұрақ қойып тұрсыңыз. Evet. Яғни бізде қазір мына жерде сұрақтар бар. У нас есть, правда, очень важные вопросы здесь, которые нас интересуют, а вы задаете какие-то ненужные вопросы. Вы очень затягиваете сильно. Можно, пожалуйста, вкратце задать? Жарайды, енді сіз үшін еместер. Мен мына жақта жігіттермен дұрыс пікіріңіз дұрыс қой. Енді мен мына жақта жігіттермен кішкене ой бөлісіп жатырмын. Мен бұларға қарсы шығу мақсатында емес. Енді бір нәрсе сұрай салайыншы, жарайды қазір қарлас. Бір нәрсе. Иә, қазір айтыңыз. Давайте. Ұстаз, ассаламу алейкум. Бізде бірнеше сұрақтар бар. Бірінші сұрақ менде бар. Мысалы, салифит бір подругам бар. Мен онымен дальше дос болсам olur ма? Өздерінің еріктерінде ғой енді, кіммен дос боласыңдар, кіммен дос. Нет, именно исламның адапта салифиттермен дос болсам olur ма? Болады ма? Енді жоқ, дос деген нәрсе не адам үшін? Дос деген нәрсе бүкіл мақсаттары, бүкіл нәрсе түсініктері өте жақын бір болған адамдар да. Ол жерде көп нәрседе бір болмаса негізі дос емес, енді жақын былай араласуға болатын шығар. Бірақ прям адамның кәдімгідей жақын дос тұту қиын ғой, өйткені түсініктер бөлек, сенім бөлек деген. Сонда ортада дін нетеді ма сонда? Ол дініне қарап бөліп сөйтіп дос таба ма адам сонда? Енді дос деген әркім үшін әртүрлі. Мен үшін дос деген түсінік жоқ, бұл қыз дос болғысы келіп тұр ғой, дос болғысы келіп тұр, бірақ не үшін рұқсат сұрап тұр, мен соны нәрсені түсіне алмай Сіз түсінбей жатырсыз, мен сұрап тұрмын, адапта мен салифиттермен дос болсам болады ма? Ол инопланетанец болсын, саған ұнап тұрса, несіне дос болмайсың сен? Не кедергі болып дос болуға? Адеппен жоқ болмайды олса, мен дос болмаймын. Мен қазір ұстаздан сұрап тұрмын. Жарайды, ұстазыңыз естейік. Дос болса бола ма ұстазы? Мен жауап бердім ғой. Күнәһар періште енді... Сұрақ бар ма? Күнәһар періште, бір сұрақ қойып. Күнәһар періште. Сен өзің атеистсің ба? Жоқ, ол жаңағы Құдайға сенемін деді бір қойға жауапа. Атеист дегенді, мен шыны керек оны түсінбеймін, атеист деген. Не болды сізге? Жоқ, шыныңды айтсайшы енді өзің. Білетін түгі жоқ қой, Құдай бар ма жоқ па деген мәселе. Бар ма жоқ па? Әлде Дарвинге сенесің ба, Дарвиннің жүйесіне жалпы? Мен ойлауымша бір жаратылыс бар, жаратушы бар бұл. Дарвин жүйесінде емессің, Жоқ. Дарвиндікі не ма, эволюциямен? Эволюция. Келсем оның. Келсесің ба? Бірақ Дарвин жүйесінде де адамды қыру деген, Дарвин жүйесіндегі кейбір ғалымдар адамны жағдай қыру, апокалипсис туралы айтатынын білесің ба? О жағын қарамаппын, бірақ. Эволюция арқылы дейді. Енді жаңағы ғылыми негізде теориялар бар ғой, мысалы қанша миллиард, 1 миллиард па, жоқ. Қателеспесем, 1 миллиард 800 миллион жыл бұрын бар, мысалы Биг Бэнг теориясы бар ғой, мысалы бір нүктеден кеңею арқылы әлемнің... Мынандай айтады да, Эрик Пьянка дейтін бір өздерінің Дарвин жүйесінде бір ғалымдары бар екен. Сол Техас ғылым академиясының Ламар университетіне өткен бір жиында айтқан екен да. Адамдар турасында бүйтіп айтқан екен да, кейбір адамдарды, жалпы әлемде қанша адам бар, соның 10%-ін алып қалып, қалғанын қыру керек деп былай айтқанда, ол тіпті бұл дейді да, бұның пікірінше бүйтіп жағдай. Эрик Пьянканың ойынша, бұл қиямет күні дейді, іске асырудан да бір ауыррақ дейді. Керек болса адамдарды дейді, эбола дейтін бір химиялық не болып тұр ғой, ауаға жіберетін. Ауаға дейді тарату керек деп өзінің ойын ашық айтқанда, адамдарды еркін бір қырып тастайды ол нәрсе деп ше. Жүйе былай өзінің ойын айтқан. Осылай адамдарды
тіршілік етіп жатқан адамдарды осылай еркін түрде қырып тастау қаншалықты дұрыс деп ойлайсың? Дұрыс емес деп ойлаймын. Дұрыс емес қой бұл. Мухаммад, можете вы, пожалуйста, с Гюнахар Періште, может, в личном чате поговорите, потому что біз бұл жерге келдік, біз ұстаздан бір сұрақтарды қою үшін, ама сіз Мухаммад и Гюнахар Періште бір бұлсыз сөйлеп жатырсыз, яғни бір личный чатқа барып сөйлесеңіз, сізбен сөзімді білдіңіз. Жарайды, қойыңыз. Рахмет көп. Сонда, ұстаз, сіз Нұр-Мүбаракты бітірдіңіз ба? Маған сұрақтар. Я Нұр-Мүбаракты оқығанмын. Ага, и альхамдулиллах, машаллах. Вот я, допустим, хочу, иншаллах, поступать в Нұр-Мүбарак, но еще вот менде бір сұрақ бар салафиттар, тоже салафиттардан. Мәселе, көп салафиттардар Кайрға, Египетқа оқу үшін барады. Почему так Египет и Кайр так популярны для салафитов? Хорошее ли там образование по исламу? Там возможностей, может, много. Ну, в основе там же изучают арабский. Не только салафиты, и мадуридиты, и ашариты. Да, и ханифеллер, все. Там просто условия не самые комфортные условия, но можно хорошо изучить арабский. Спасибо большое. И ұстаз, последний сұрағым қалды. Бір матруди қыз салафитқа тұрмысқа шыға алады ма? Жоқ, егер шықса, некелері дұрыс қой, мұсылман ғой екеуі де. Да, мұсылман. Енді бірақ шықпаған жақсы ғой негізі. Есі дұрыс батылдық болса шықпайды ғой. Баняға барып жүрген. Ол ма сұрақтар бітті ма? Рахмет көп, Алла разы болсын. Күнахар ислам бір сұрақ қойыңызшы. Мысалы, күнахарға. Әділетті, әділетсіз деген нәрсені қарап отырсың ғой. Жалпы не нәрсе сен үшін деген әділеттілік деген? Әділеттілік не нәрсе? Иә, жалпы сен үшін. Так, қалай ажыратуға болады оны? Әділетсіздік мысалға сіздер айтқан, сіздердің позицияларыңыз бойынша келетін болсақ, діни тұрғыда. Жануарлардың жаратылысында әділетсіз болуы мүмкін. Меніңше адамдар енді саналы түрде білет деп ойлаймын, шыны керек мен оған нақты түсіндіріп. Жоқ, жалпы мысалы заң аясындағы нәрселер әділет болатын шығар меніңше. Заң деген ол айтты ғой, заң деп, закон ғой ол. Мысалы, қылмыспен жаза да бұл жерде бастан. Әділетсіздік деген мысалы, мен шықтым да, мысалы, таған 50 мың теңге бердім да, мысалы, Мұхаммедке 100 мың теңге бердім. Ол әділеттілік па, әділетсіздік па? Не үшін бердің сен? Не мақсатты? Мақсатын білейік те. Еңбегіңізге қарай бердің ба? Енді әртүрлі ғой, бірақ жалпы бердім да. Просто так бере салдың ба? Жоқ, әділетсіздік простыға қарай ма, түсінбей тұрмын мен вообще. Жоқ, не үшін бердің? Соған қарайық та, не үшін бердің сен? Жоқ, еңбегімізге қарап бердің ба, жоқ әлде істеген? Допустим, садақа деп бердім да, мысалы, біреуге бірақ 100 бердім, біреуге 50 бердім да. Қазір футболға барып келем. Ол өзің еркіңде ғой, мен саған мынауың әділетсіз деп айтпаймын. Иә, өйткені мен имуществом болғасын өз еркімде, дұрыс па? Иә. Енді Құдайдың біз имуществосы емеспіз ба? Ол жаратқаннан кейін. Ол сенің ойыңда солай шығар. Жоқ, енді басқа ой бар ма? Сен ойың қандай мысалы? Сен ойында Құдайдың несі болса, менің ойымда ондай нәрсе емес, сен өзің еркіңдегі дүние болды. Ну, сен кімсің Құдай үшін? Құдайдың тарапында, құзырында кімсің сен? Құдай үшін мен білмеймін кім екенімді. Қалай білмейсің? Сен өзің жаратушы деп мойындап тұрсың ғой, жаратылысың ғой. Ай, мен айтып тұрмын ғой, менің Құдайым сендер ойлағандай нәрсе емес. Жоқ, может, клетка болуы мүмкін. ешқандай болуы емес. Табиғат болуы мүмкін, өлі нәрсе болуы мүмкін. Жоқ, сен либо өліп кетуі мүмкін. Жоқ, сен де Құдай боласың, либо сен де Құдайсың, либо жаратылысың ғой.
Сен жаратқан нәрсе бар, енді сен жаратқан нәрсе сенің басшың болу керек емес па? Сенің жоғары болу керек емес па? Обязательно басшы болу керек па? Басшысыз болмай ма? Енді қалай биологиялық жаратылыс ретінде жай. Сені жаратып тұрған нәрсе емес па? Мен жаратып айтып тұрмын ғой, ол Сен оған мұқтаж біз ойлағандай саналы дүние болмауы мүмкін, табиғат болуы мүмкін, клеткадан, может. Табиғат дейтін не ол? Инопланетянстар бізді Сенің құдайың табиғат болуы мүмкін ба сонда? мүмкін. Табиғат деген не? Табиғат деген не? Табиғат? Не табиғат айтшы маған, определение берші табиғат дегенге. Табиғат біздің қоршаған ортамыз. Табиғаты несі құрсын құдай дейтін? Ол табиғат дейтін по факту жоқ нәрсе ғой. Пантеизм болып кетті ма, не болып кетті точно. Табиғатқа мен де кіремін ғой жалпы, мен де құдайым ба сонда? Меніңше солай шығар енді. Мен жарайды, жігіттер, мен бір сұрақ қояйын. Футбол ойнап па шешкенен басың. Маған просто мынаны сен түсіндіріп жіберіңдерші. Адамның еркінде ма? Жоқ, іс-қимыл әрекеті жоқ, Құдай оны 100% біліп жаратты ма? Тозаққа немесе жұмаққа баруды. Біліп жаратты бәрін. Біле тұра жаратты, и ол әділдік. Білу мен әділдіктің не қатысы бар? Екеуі вообще связаны нәрсе ма? Менің тозаққа баратынымды Құдай 100% білді, иә? Иә. Енді жаратты, иә? Иә. Мен тозаққа баратын болсам, нафиг оған жаратып? А чё, неге жаратпау керек? Не үшін жарату керек? Мен полигон тозаққа кететін. Неге жаратпау керек айтшы сен бірінші. Не үшін жарату керек? Мен тозаққа кететін болсам, сразу жібересің. Жаратылып қойдың ғой, не үшін жаратпау керек екенін айтшы маған. Білмеймін, просто ерігіп былай көрсін, өмірді көрсін деген жар. Тахар періште, сен өзіне неге ондай условия қойып алдың, что Құдай ол біреуді тозаққа жібермеу керек деген, жібере алмайды дегенді. Қаяқтан алдың сен ол нәрсені? Жібере алмайды деген жоқ, біліп тұр деп жатырмын 100%. Жоқ, біліп жарайды, біліп тұр. Өзі қалады. Өзі соны сен тозаққа жіберуіңді қалап тұр дейік. Ол неге оны жасамау керек? Сол нәрсе қызық болып тұр. Нафиг деп тұрсың ғой сені. Нафиг мені тозаққа жібереді деп. Бұл жерде тағы да айтамын да, мысалы, 100% біліп тұрса, жаратқанның смыслы не болады? Қалай смыслы не болады? Ол өзі қалап тұр ғой. Жоқ, өзі қалап тұрған нәрсесін істей алмай ма Құдай? Қалап тұр, жаратты, смысл не ол жерде? Смысл в том, что ол өзінің қалауында. Болды. Енді маған дінге кіру, дін қосылу жасаудың не керегі бар? Не үшін? Сол жаңа тозақ пен жұмаққа байланысты ғой. Ол біліп тұр ғой, қайға баратынды. Сен білмей тұрсың ғой, ол біліп тұрған мен білмеймін. Мен білмесем, может, жәннатқа бару керек шығарсың, сен сол үшін амал етпейсің ба? Ол менің еркімде емес қой ол нәрсе. Жоқ, сен еркінде емес дегенде сенде чувство бар ғой, сезімдер бар ғой. Саған хабар келіп тұр, там иман етпесең тозаққа